Ал енді осы видеоны соңына дейін көретін болсаңыздар, өздеріңізге жалқаулық ғылымдарының докторы деген атақ берсеңіздер болады. Қалайсыздар? Барлығымыз бір жақсы жаққа өзгергіміз келеді. Артық салмағы барлар салмағын тастап, спорт білім жағында жүргендер жоғарғы бір деңгейге жетсек дейді. Бірақ бұндай адамдардың барлығы 100% жетістікке жетпей жатады. Себебі құр армандау жеткіліксіз. Жаттығу жасап еңбектену керек. Ал сол біздің жаттығу жасап еңбектенуімізге не кедергі болатындығын қазір айтатын боламыз. Дұрыстап ойланып қарайтын болсақ, біздің өмірімізге керемет өзгерістер әкелуге кедергі жасайтын дүниелер түкке тұрмайтын бір болмайтын заттар екен. Барлығымыз тағы да жалқаулығым ұстап, ағылшын курсына бармай кеттім, болмаса жаттығу жасамай, тренировкаға бармай кеттім, жаттығу жасамай кеттім деп айтып жатамыз, сол үшін жалқаулығымен күресіп жатырмыз дейміз. Ал енді нақты жалқаулық деген не деп сұрайтын болсам, оны ешкім жауап бере алмайды. Жалқаулық деген мынау, онымен бұлай-бұлай күресу керек деген сұрақты нақты ешкім бөліп айтып берген жоқ осы уақытқа дейін. Ал енді осы видеоны соңына дейін көретін болсаңыздар, өздеріңізге жалқаулық ғылымдарының докторы деген атақ берсеңіздер болады. Ал енді кітаптан емес, кинодан емес, өзімнің мақсаттарыма жетуге кедергі жасап жатқан жалқаулықтарыма анализ жасап сіздерге көрсетейін. Ал енді бастайық. Менің мақсаттарыма кедергі жасап жатқан кері әрекеттерім. Менің бір қойған мақсатым бар, соған жету үшін, яғни сол мақсатыма жақындау үшін істеуім керек әрекеттерім бар. Және ол мақсатымнан алыстататын кері әрекеттерім бар. Енді мен бірінші сол кері әрекеттерімнен бастап айтып берейін. Біріншісі, жұмысымды кейінге қалдырам. Екіншісі, жасампаз күйде ұзақ жұмыс істемеймін. Яғни жасампаз күй дегеніміз ол бір жақсы бір кино көріп жатсақ, уақыттың қалай өткенін байқамай қаламыз, Яғни жұмысты ешқандай қиналмай, рахаттанып, уақыттың өткенін байқамай жұмысқа кіріп кету. Яғни ондай күйде мен ұзақ жүре алмайды екенмін. Менің кері әрекеттерім осы екеуі. Жұмысты кейінге қалдырам, жасампаз күйде ұзақ уақыт жүрмеймін. Енді осы әрекеттерімді қандай сенімдердің кесірінен осындай кері әрекеттер жасап жатырмын? Біріншісі аса сенімділік. Ал екіншісі көп жұмыс істесең денсаулыққа зияны тиеді деген сенім қалыптасып қалған. Яғни жұмысты кейінге қалдыратыным ол аса сенімді болып кетем. Қысқасы өзіме көп алып кетем. Ал жасампаз күйде ұзақ жұмыс істей алмайтыным ол көп істесең денсаулығыңа зиян тиеді дейді. Сондай сенімдер маған кедергі жасайды. Ал енді осы сенімдерді пайда қылып отырған эмоцияларға көшетін болсақ, бұл шыдамсыздық, яғни шыдай алмау, сабырсыздық десек те болады. Сондай бір жұмыс істеп жатқанда шыдай алмай кетесің ғой, сол сезім маған кедергі жасайды. Ал енді ондай шыдамсыздық сезімі қайдан пайда болады? Яғни біз белгілі бір заттарды ойлауымыз керек қой. Яғни бір кері ойларымыз бар өзіміздің. Енді соларды айтайын, кері ойларымды. Біріншісі кері ой, өзің білесің ғой, ертең точно істейтініңді. Ертең 100% істейсің, өзіңді білесің ғой, сен мықтысың ғой деген ойлар келеді. Содан кейін шыдамсыздық пайда болады. Содан кейін аса сенімділік жаңағы айтқан. Сосын жарайды деп жұмысты кейінге қалдыра саламын. Яғни кері әрекет жасадым. Ал енді екінші кері ойым ол асып кетсе 2-3 сағат артық жұмыс істерсің, бірақ ауырып қалсаң қанша уақытың босқа кетеді деген бір сондай кері ой келеді маған. Сосын шаршаған сезім сезіле бастайды ол ой келгеннен кейін. Содан кейін мынандай сенім қалыптаса бастайды. Көп жұмыс істесең денсаулығыңа зиян деген сенім қалыптасып қалады. Содан кейін жасампаз күйде ұзақ жұмыс істей алмай қаламын. Яғни кері әрекет жасадым деген сөз мақсатыма жеткізбейтін. Енді кері әрекеттеріміз қалай пайда болатынын білдік, Ал енді оң әрекеттерді пайда қылу үшін не істеймін? Яғни мен немен айналысатын боламын? Енді мен бұл проблеманы қалай шешпекшімін? Соны айтып берейін, Енді оларға қарама-қарсы, кері іс-әрекеттеріме қарама-қарсы оң іс-әрекеттер жасай бастауым керек қой. Соларды айтып бастайын. Жұмысты кейінге қалдырмайтын болдым деп аффирмация айтып сенім қалыптастыра бастаймын. Және жұмысты кейінге қалдырмаймын. Яғни аффирмация деген адамның миында нейрондар бар, Бір жаңа ақпаратты естіген кезде сол нейрондардың арасында байланыс пайда болады. Яғни ол байланыс қаншалықты күшті болса, соншалықты ол есінде ұзақ қалады. Ал енді мен жұмысты ешқашан кейінге қалдырмайтын болдым деген аффирмацияны айта беретін болсам, соны қайталап айтып жүретін болсам, және ассоциация, яғни болашақта мен қалдырмай істеп жатырмын деген сондай ойларды ойлап, болашақты елестетіп, сондай жаттығулар жасайтын болсам, онда
менде сол нейрондардың арасында байланыстар пайда болады. Сен жұмысты кейінге қалдыратын адам емессің, сен жұмысты кейінге қалдыратын адам емессің деген байланыстар байланыса бергеннен кейін шынымен сондай адамға айлана бастаймыз. Ал енді жаңағы жасампаз күйде ұзақ жұмыс істей алмайтын кері әрекетіме қандай оң әрекет алмастырам? Альфада жүріп жұмыс істесең ғана нәтиже болады деген сенім қалыптастыру үшін тура жаңағыдай аффирмация, ассоциация жасап, жаңағы сенімдерді қалыптастыра бастайтын боламын. Ал енді жаңа бізде кері сенімдер бар еді. Аса сенімділік, яғни жұмысты кейінге қалдырып тастаған кері әрекетімді пайда қылып тұрған кері сенімім бар еді. Енді сол кері сенімге қалай оң сенімді ауыстырам? Мен мынандай сенім қалыптастыратын боламын. Осы уақытқа дейін кейін істеймін деп істемей жүрсің. Дәл солай жалғаса берсе, ол жалқаулыққа апарады. Содан соң қияли адам болып көштен қаласың. Яғни өзіңнің жанындағы араласып жүрген адамдарыңнан қалып кетесің. Яғни айтасың, бірақ істемейсің. Әйтеуір кейінге қалдырып, ертең деп жүре бересің. Енді қазақта да мақалдар көп қой, енді еріншектің ертеңі бітпейді деген сияқты. Ал енді жаңағы жасампаз күйде ұзақ жұмыс істей алмайтын кері әрекетім бар еді ғой. Оны пайда қылып тұрған сенім, ұзақ уақыт жұмыс істесең, денсаулығыңа зиян деген сенім болды. Енді оны қандай сенімге ауыстырам? Оны мынандайға ауыстырам. Жұмыстан адам баласы өлмейді, тұрған су сасиды. Өмірдің мәні еңбектенуде. Нельсон Мандела 28 жыл адам төзгісіз жағдайда жұмыс істеп өліп қалған жоқ. Сен де өлмейсің. Ол түрмеден шыққан соң президент болды. Деген сияқты мыңдаған мысалдар келтіріп, сондай жұмыстан өлмеген адамдарды көріп, соларды көре беретін болсақ, онда аналар өлген жоқ, енді мен де өлмеймін. Яғни адамның ондай жұмыс істегеннен ештеңесі кетпейді деген сенім қалыптасады. Ал енді жаңағы бізде кері эмоциялар болды, шыдамсыздық деген. Енді соларды біз оң эмоциялармен ауыстыруымыз керек. Енді оң эмоциялар ол төзімділік, шыдамдылық, табандылық деген сияқты. Бұл эмоцияны сынаққа түскен кезде өзіңді саналы түрде бақылау арқылы сезесің. Ол үшін күнде кешке және аптасына бір рет таңдап алған эмоцияларды түзете алдың ба, жоқ па, соны ойлап өз-өзіңнен есеп аласың. Өз-өзіңе есеп беріп отырасың. Ал енді осымен менің жалқаулығыма анализ аяқталды. Яғни мені қандай жалқаулықтар, қандай іс-әрекеттер, қандай сенімдер, қандай ойлар менің мақсатыма кедергі жасап жатқандығын осылай ашып көріп алдық, Енді бұлай сіздерге жалқаулықты талдап анализ жасап ешкім көрсетіп берген жоқ. Яғни ондай видео іздесеңіздер ешқай жерден таппайсыздар. Сондықтан өздеріңізге жалқаулық ғылымдарының докторы деген атақ берсеңіздер болады деп айтқан себебім осы. Ал енді сіздердікі жұмыс істеу емес, ақша табу емес, тек білім алып, ұбт-дан жоғары балл жинап, мықты бір университетке түсіп, жақсы қалада дұрыс адамдармен таныс болу. Яғни сіздердің мақсаттарыңыз қазірше осы. Бірақ енді одан да жоғары керемет қиялда армандайтындар бар. Бірақ қазірше ең басты сіздердің шешіп тастау керек мәселелеріңіз ол ұбт. Ал енді өздеріңіз сол ұбт-дан жоғары балл алуға сіздерге қандай іс-әрекет, қандай эмоция, қандай сенімдер кедергі жасап жатыр, соларды жазып шығып, жаңағыдай оң әрекеттермен ауыстырып, солармен күресіп, яғни жеке-жеке әрқайсысымен күресу керек. Бөліп алып, әрқайсысын жеке-жеке жеңіп отыру керек. Яғни оны жалпы жалқаулық деп қарастырып, мен жалқау емеспін десең, сен не істеп жатсың? Жалқаулық деген не? Ол нақты ештеңесін түсініп тұрған жоқсың ғой. Жалқаулық деген жаңағыдай бөліп алып, кедергі жасайтын ойлар болсын, сенімдер болсын, бәрін дұрысқа ауыстыру керек. Күнде осыны ойлап, өз-өзіңізге есеп беріп отыру керексіздер. Ал енді кімнің шын мәнінде жалқаулығын жеңіп, өмірін өзгерткенін қалайсыз? Сол адамға осы видеоны жіберіңіз. Ал енді осы анализді өте жақсы жасайтын, яғни осы анализді орындап, бір-біріне есеп беріп отыратын ортаға түскіңіз келсе, яғни біз ұбт-ға дайындалатын оқушылармен мен өзім бірге таңертең ерте тұрып, яғни күндік жоспарды жіберіп, күнде мынандай жұмыстарды бітіреміз, мына сабақты оқимыз, мына есепті шығарамыз деген күндік жоспар қоямыз, және кеште соның орындалмауына есеп береміз. Және өзіміздің араларымызда ережелеріміз бар. Яғни жоспарды орындамаған адамға бір жазалар қолданамыз. Енді ондай қатты жаза емес, бірақ нәтижесі керемет болады.
Яғни осындай жоспарлармен таңертең ерте тұрып іске кірісетін, яғни болашағын ойлайтын адамдармен бірге болғыларыңыз келсе, онда біз сіздерді күтеміз.